Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 35 жыл. Сынаптай сырғып қанша уақыт өтсе де ерлік ескірмейді. Оларға тағзым етіп еске алу болашақ ұрпақтың еншісіндегі игілік іс. Осыған орай бүгін Арыс қаласындағы Ауған соғысы ардагерлерінің монументінде Ауған соғысы ардагерлері мен қала тұрғындарының және әкімдік өкілдерінің қатысуымен еске алу шарасы ұйымдастырылды. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 35 жыл. Тарих парағына көз жүгіртсек, 1979 жылы кеңес әскерінің қатарындағы сарбаздар интернационалдық борышын өтеу үшін Ауғанстан жеріне аттанған еді. Қазақ даласынан аттанған 22 мың сарбаздың 900-і ерлікпен қаза тапса, 20-сы хабар ошарсыз кетті. Жиналған көпшілік алдымен сол соғыста мерт болған жауынгерлердің құрметіне қойылған монументке гүл шоқтарын қойып, марқұмдарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Әрі қарай қала басшысының орынбасары Алмас Сұлтанов сөз сөйлеп, бүгінде біздің ортамызда жүрген ардагер азаматтар, жастарды отансүйгіштікке баулайтын бірден-бір өмір мектебінің өкілдері, сіздердің жасаған ерліктеріңіз мәңгі есімізде қалады деді. Бұл сұрапыл соғыста 18-19 жасар өрімдей жас жігіттер жазықсыздан жазықсыз құрбан болды. Иә, өлгендер қайтып келмейді. Бірақ соғыс жүргеніне өшпес жара салынған азаматтарға құрмет көрсету біздің қасиетті парызымыз. Бүгін күні ерліктің даңқымен асқақтатып, өздерінің азаматтық тұлғасын, түр тұлғасын танытып жүрген ардагерлер ағаларымыз қашанда, қай кезде де мадақ пен марапатқа лайық жандар. Осы тұста атап өткім келетіні, биыл қаламыздағы Ауған соғыс ардагерлеріне 50 айлық көрсеткіш, яғни 184.600 теңге мөлшерінде бір реттік әлеуметтік көмек төленетін болады. Бүгінде сіздер, құрметті ардагерлер, жыл сайын марқұм қаруластарыңызды еске алып жиналасыздар. Бүгінгі тілек дұғаларыңыз қабыл болсын, соғыста қайтқан марқұмдардың жаны жәннатта болсын. Баршаңызға денсаулық, жанұяларыңызға амандық тілеймін. Жиын соңында Ауған соғысы ардагерлері кеңесінің төрағасы Ергентай Көшкінбаев сөз сөйлеп, Ауған соғысының ардагерлері атынан көрсетілген құрметке алғысын білдірді. Бәріңізге көп рахмет. Ауған елінде қызмет жасаған азаматтарды келіп, бір құттықтап еске алып, жақсы лебіздеріңізді білдіріп отқандарыңызға көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Енді Құда қаласа еліміз, қазақ елі бейбіт өмірде жақсы өмір сүруді Алладан нәсіп етсін. Бәріңізге көп рахмет. Айта кетейік, Арыс қаласынан Ауған соғысына 72 адам қатысып, оның біреу соғыста қаза тапты. Ауған жерінде қару асынып мұң арқалаған 32 Ауған соғысы ардагері қазіргі таңда Арыс қаласында тұрып келеді. Сара Кеңесбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.